Сәлем менің көрермендерім. Міне сіздерге бүгін ағаштың шоғына піскен картошканы көрсеткім келіп отыр. Бұрын ертеректе мамамыз осылай шоққа картошканы пісіріп беретін еді. Сол есіме түсіп кетті де, бір 3 картошканы пісіріп көрдім ағаштың шоғына. Бір 45 минуттай пісті. Сіздерге де осылай пісіріп көруге болады. Міне 3 картошкам пісіп шықты. Енді қабығын ашып жеп көреміз қазір. Күшті піскен. Ылжырап, жеп жұмсақ. Дәмі де жақсы. Сіздерге де осылай пісіріп көруге болады. Біреуін ашып, қасықпен ыдысқа салып алдым. Күшті піскен. Жеп жұмсақ, езіліп, күшті піскен кәдімгідей. Дәмі деген қыздар күшті бір. Кішкене дұрыс сеуіп жүрсеңдер, міне походқа шыққанда осылай пісіріп жеуге болады. Демалыс күндері пісіріп көруге болады. Міне керемет дәмі деген. Құрттай дұрыс сеуіп жүрсеңдер, күшті болады. Дәмі ерекше. Шоққа піскен картошканың дәмі күшті болады екен расында қыздар. Міне осылай пісіріп көріңіздер. Мен сіздермен осы видеоны бөліскім келіп отыр. Тума туысқандарыңызға, достарыңызға осы видеоны таратуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Екінші картошканы міне. Тап осы мен сияқты пісіріп көріңіздер қыздар. Походқа шыққанда немесе демалыс күндері не осылай картошканы шоққа пісіріп көруге болады. Өте күшті қыздар, дәмі ерекше. Комментария жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міне қыздар. Өзім жеп көріп отырмын, міне керемет күшті піскен. Дәмін сіздерге айтып жеткізе алмай отырмын осы. Күшті. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар міне. Керемет. Осылай пісіріп көріңіздер. Видеомды тума туысқандарыңызға, достарыңызға, көршілеріңізге таратуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер.